Жаздың жайма шуақ жайдары уақыты. Әсем Швейцария таулары арасында шалғайда аз ғана тұрғыны бар, ескі салтын тастамаған, дәстүрін сарымайдай сақтаған алақандай ауыл. Осы ауылдың тұрғындары мерекеге келген қонақтарын күтіп алу жайлы хоррор триллер фильм жайлы болмақ бүгінгі видео. Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге ерекше де бір түрлі түсініксіз жасырын хаттарға толы 2019 жылы жарық көрген Ари Астонның Жаз ортасы фильмі жайлы айтатын боламыз. Видео соңында әдеттегідей фильмнің мағынасы мен жасырын хаттарын шешуге тырысамыз, ал сіз не істеу керек екенін білесіз. Біздің басты кейіпкердің есімі Дэнни. Түн ортасында оған әпкесінен бір түрлі түсініксіз хабарлама келеді. Дэнни аң-таң болып әпкесіне қоңырау шалса, әпкесі тұтқаны көтермейді. Одан біз келесі бейнеден Дэннидің жігіті өз достарымен отырғанын көреміз. Бұл қылжақбас Марк, жалбыршаш Пил, шоколад Джош және Дэннидің жігіті Кристиан. Кристиан мен Дэннидің ара қатынасы онша емес, сезімдерінің суынғанына біраз болған. Кристианды достары Дэннимен үзіп кетті, басқа да әдем қыздар жетеді ғой, деп көндіруге тырысады. Және сол түні Дэннидің әпкесі ата-анасын өлтіріп өз-өзіне қол жұмсаған екен. Бұл сұмдық қайғылы оқиға Дэнниге қатты ауыр тиеді. Содан болып ара қатынасын Дэнниден үзге жүрген Кристиан жығылғанға жұдырық болмай, керісінше аз болса да демеу көрсете өз ойын кейінге шегереді. Және Кристиан өз достарымен бірге Швейцарияда жаз ортасы мерекесіне 2 аптаға саяхат жоспар құрған болатын. Бірақ Дэнниді мына күйінде тастап кете алмай өзімен алып кетпекке шешеді. Бірақ бұл ойды құп көрген достары көрінбеді. Бірақ Кристианның досы Пил Дэнниді өздерімен баруды қуана құптады. Және Пил Швейцария осы жаз ортасы мерекесі жайлы айтып, саяхат идеясын шығарғанда осы Пил. Осылай олар ұшақпен ұшып, жермен жорғалап Швейцарияның айдаласына да келеді. Діттеген жерге таяған жолда біздің жастар Пилдің ағасы Ингмермен танысады, және оның 2 досы Саймон Каннимен де. Және Пилдің ағасы оларға шөп шегуді ұсынады. Ойын сауық іздеген американдық жастар үшін бұл нағыз керемет қой. Әрине бәрі шегіп болады. Бәрі масайып, біраз уақыт өткеннен кейін бір ормандар арасымен жаяулатып, ақыры діттеген жаз мерекесі өтетін ауылға да келеді. Келсе бәрі ақ киінген ашық жарқын адамдар мен жап-жасыл әдемі табиғат. 90 рет ұйымдастырылып келе жатқан ауылдың дәстүрлі мерекесінің қонақтарын ауыл тұрғындары қуанышпен күтіп алады. Бірақ біз сол ауылда бір красавчик балақай қолымен сапсып сурет сызып отқанын көреміз. Бәрі ауылмен танысып жатқаны сол-ақ еді, Кристианға ауылдың бір қызы қырындап та үлгереді. Бірақ бұл ауылдың салты кәдімгідей бөлек. Барлығы бір үлкен үйде ұйықтайды, және де махаббат дастаны жайлы ертегісі де өте ерекше. Пил, ертең мерекенің алғашқы күні, ертең ерекше болмақ, бәрің жақсы демалыңдар дейді. Келесі күннің таңы да атты. Ауа райы тамаша, таңғы асқа бәрі жиылды. Пирамида секілді сары пәлекеттен 2 қария келіп стол басына тамақ жеп бастағанда бәрі жалғастыра жей бастады. 2 қария таңғы ас ішіп болғаннан кейін бір түрлі дыбыстар шығарып, бата айтты ма не айтқанын түсінбедік. Одан кейін оларды орындыққа отырғызып алып, биік жартас қалып кетеді. Ал астында концерт көрге тұрғандай ауыл тұрғындары мен біздің жастар жиылып алды. Шал мен кемпір қолдарын кесіп, қанымен бір түрлі рәсімдер жасайды. Бастап кемпір жартас шетінен секіріп кетеді. О құдайдың құдіреті, не болып жатыр деп жастардың есі шығып жатқанда шал екен шоуды жалғастырады. Бірақ сорлы шал аяқпен жерге түсіп жарым жасар тірі қалып қояды. Бітпеген іс жаман дегендей ауылдың 3 адамы дәу болғанмен шалдың басын езбе ботқа қылып, шала қалған шаруаны шешеді. Есі шыққан жастарды ауылдың Ю деген апайы, бұл біздің дәстүр. Бұдан шошитын ештеңе жоқ. Олар керісінше кәріліктің азабынан құтылуда деп сабырға шақырады. Біздің жастар шошынып тура қашама десек, Кристиан мен Джош мына ауыл дәстүрі диплом жұмысына ең үздік тақырып деп әлі қалмаққа жоспар құрады. Ал Дэнни керісінше кетпек болып заттарын жинап бастайды. Сол кезде Пил келіп, кішкене кезімде жетім қалғанда дәл осы ауыл тұрғындары көмек қолын созып, осы күнге жеткізгенін айтады. Кейбір дәстүрлер сырт көзге оғаш көрінгенімен, олар өте жақсы адамдар деп Дэнниді қалдыруға көндіреді. Ертеңінде Коннидің жігіті Саймон жоқ болып кетеді. Коннидің есі шығып іздеп жүргенде ауылдың бір кісі Саймон деген жігіт жалғыз өзі жолға кетіп қалды дейді. Бәрі түскі ас ішіп отырғанда Кристианның жеп отқан нанының ішінен шаш шығады. Немене шаш деп таңғалып отқанда қылжақбас Маркке бір қыз келіп, бірдеме көрсетейінші деп ертіп кетеді.
Сөйтіп түнде болып бәрі ұйқыға кеткенде біздің шоколад Джош ауылдың құпия кітабын суретке түсіріп алмақ болып кітапқа келеді. Және оның артынан Марк деген еді. Сен жынды күні бойы қайда болдың? Дипломның жұмысына керекті материалдарды мен тауып алдым. Таңда атады. Кристиан мен Дени Джош пен Марктың екеуі де жоқлап кеткенін байқайды. Сөйтіп ауылдың адамдарына сұраса, оларыңды білмеймін. Біздің ауылдың дәстүрлі кітабы жоғалып кетті дейді. Сөйтіп сендердің достарың кітап тұрлап қашып кеттіге әкелетін ойларды салады. Күндізгі уақыт келгенде ауылдағы барлық бой жеткен атаулы би жарысына қатысу керек екен, тіпті біздің Дени де. Және әрине есірткілік шөп тұнбанда ішкізеді. Ереже оңай. Қыздар дөңгеленіп айланып билейді. Шөпке масайып қалған қыздардың буыны болса бас айланып бір-біріне соғылып құлай береді. Ал ең соңында қалған қыз жеңеді. Және ең соңында біздің Дени қалады. Оған гүлмен әшекейленген тәж кигізіп біздің жаңа Мэй Куин деп бәрі жиналған дастарханға отырып астанады. Оны ат орнына қыздар сүйреген ат арбаға отырғызып, орман арасына әкеліп тағы бір түсініксіз рәсімдерді жасайды. Сол кезде ауыл тұрғындары Кристианды масайтып, әлгі өзіне қырындап жүрген Майя деген қызбен патата қылады. Және сол сәтте Дени де келіп, ол өзінің жігіті патата болып жатқанын көреді. Кристиан шаруаны аяқтап, шала есі кіріп, әлгі жерден тыр жалаңаш қашып кетеді. Бір ағаш үйге кіріп тығылмақ болғанда, жоғалып кетті деп жүрген Саймонды люстраға біліп қойыпты. Кристиан оянса, бір келіншек: сен сөйлейді алмайсың, қозғалады алмайсың дейді. Сөйтсе оны аю терісіне кіргізіп тігіп қойыпты. Және өлген жастардың терісін сыпырып алып, ішіне шөп салып, бәрін әлгі пирамида секілді пәлекеттің ішіне отырғызып қойыпты. Сөйтіп оларды өртеп жібереді. Ішінде ауылдың екі тірі жігіті тағы бар. Олардың жан дауыстары шығады. Ауылдың барлық адамдары дәл өртеніп жатқандай шыңғырып айғайлайды. Әлі мас Дени ештеңе түсінер емес. Бірақ кино соңында бақытқа бөленгенде жымия күледі Дени. Осылайша фильмді аяқталады. Видео соңындағы сараптаймыз 3 бөліктен тұрады. Біріншісі ақпарат, екіншісі жасырын хат, үшіншісі мағынасы. Ал кеттік. Режиссер Ари Астонның бұл фильмі небәрі $9 миллион шығынмен түсіріліп, 47 миллион табысты тапқаны. Және білгішпек сыншылардан да жап-жақсы бағалауды алған. Басты рөлде Флоренс Фью. Жас болса да әр уақыт бір-бір қадаммен көтеріліп келе жатқан талантты актриса. Оның даму процесінде кідіру, пауза деген ұғым жоқ, тек алға жылжып келеді. Дәл осы 2019 жылы жарық көрген Жаз ортасы фильмінен бұрын Little Women киносына да түскен еді. Тіпті осы кино арқылы Оскар номинациясына да ат ұсынған. Және Флоренс Фью осы кинода да өзінің қабілетін көрсете білді. Жалпы түсірілімі мен актер тобында ешқандай мін жоқ десе де болады. Жасырын хаттар. Бұл фильмде жасырын хаттан көп нәрсе жоқ. Өйткені фильмнің сюжетін айтсақ 5 минут, бірақ фильмнің ұзақтығы 2 сағат 52 минут, яғни 3 сағат. Мен бұл фильмнің мағынасын, жасырын хаттарын байқау үшін 2 рет толық көрдім, 3-ші рет шолып көрдім. Ари Астер жасырын хаттарға жатып алған біреуі, тіпті фильмнің басында барлық сюжетті контекстпен шығарып кетеді. Мына жерде Денидің әпкесі ата-анасын өлтіріп өз-өзіне қол жұмсағанын көреміз. Бұл жерде Кристиан Денидің көңілін аулауға тырысуда, ал екеуінің үстінен пил қарап тұрғанын көреміз. Және бәрі әлгі ауылға келгенін көреміз. Шал мен кемпір жартастан құлауда. Және соңындағы би жарысы. Және Дени би жарысынан жеңген кезінде 3 бейтаныс адам жылт етіп Дениге едірейіп өте шығады емес пе? Ол адамдарды кім екен деп ойлап отырсақ, бұл Денидің ата-анасы мен әпкесі. Я, сол кезде Дени әлі мас болған. Және ауылдың махаббат дастаны жайлы ертегісі есіңізде ма? Кристиан түскі ішіп отқан кезде нанның ішінен шаш шығады емес пе? Және оның сусынының өңі басқасынан көрі қызғылт екенін көреміз. Енді түсініп отқан шығарсыздар. Және фильм бізге Денидің мас, есін білмей тұрғанын үнемі жанындағы гүлдердің немесе заттардың бұлыңғырлап жыбырлап тұрған арқылы көрсететін. Ең бірден бұл жынды ауыл жайлы айтсақ, олар шын өмірде болған Хураган деген дін ұстанушылары. Кезінде Европада Хураган деген әннен бастау алынған теріс діни ұғым пайда болғаны. Осы Хурга ұстанушылары 90 жыл сайын адам жанымен құрбан шалып әлемге тепе-теңдік әкелеміз деп сенгені. Олардың діни ұстанымы өте қатаң, әрі адамның санасын 100% улайды, өте біртүрлі және теріс ағымда. Сатанистерге де ұқсайды. Кәрілерді кәріліктің азабынан сақтау үшін оларды өлтіреді. Және барлығы қуаныш, қайғы, мұң, ауырсыну секілді сезімдерді бірге кешу керек деген ұстанымда. Сол үшін де біреу егер жаны қиналып ауырса, барлығы дәл соны сезінгендей өтірік қылыш шығарып ауырғандай болады. Мысалы, Дени жылағанда қыздар онымен бірге қайғысын бөліскендей болып жылайды.
ал Майя Патато болғанда онымен де бөліседі. Және кино барысында біз бұл ауылға келуші біздің жастар кездейсоқ емес екенін білеміз. Пил оларды көп уақыт бойы зерттеп осылай 7 адамға толтырып әкелген. Бірақ осы кинодағы басты түсініксіз нәрсе ол киноның соңындағы Дэннидің жымиғаны. Көз алдында жігіті Кристиан өртеніп жатқанын көріп, мас Дэнни еріксіз шын көңілмен жымияды. Кино авторы Ари Астердің сұхбатында кино не жайлы деп сұрағанда автор дін жайлы да емес, ауыл жайлы да емес, бұл екі жастың арақатынасы үзу жайлы деген еді. Қарасақ, Дэнни мен Кристианның арақатынасы суық екенін анық көреміз. Бір-біріне еш сезім жоқ, еш қызығушылық та жоқ. Тек уақыттың күшімен пайда болған бауыр басу, естелік, жауапкершілік сынды дәнекерлермен тура бір-бірінен ажырап кете алмаған. Екеуінің арқасында да ауыр жүк. Дэнни мас ақыл-есін білмей тұрған кезінде оның түпкі санасы, түпкі сезімі ояу болған. Өңі түсімі ажырата алмай тұр. Бірақ көз алдында өртеніп жатқан Кристианды көру ол үшін арқасындағы ауыр жүктің түсуі, уайымның жоғалуы болған. Оның түпкі сезімі осыны қалайды. Осы бір адам ешқашан көзіме көрінбей, жырақтап кетіп, тыныштық келсе ғой деген жасырын қалау орындалып тұрғанын көріп қуануда. Бұл фильмнен де көп нәрсе алуға болады. Бұл енді менің пайымдауым. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз ой-пікіріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіз. Ал осындай видеоны әлде көргілеріңіз келсе, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Видеоны лайк басамыз. Келесі кездескенше сау.